Құрметті көрермендер, бүгін біз осыдан 30 жыл бұрын өткен бір тарихи оқиғаға қатысты Әлбек Асқаров ағамыздан сұхбат алуға келіп отырмыз. Ол тарихи оқиға 1991 жылы 18 қарашада сол кездегі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының шеттегі қандастарды отанға оралу үшін арнайы шығарған жарлығына бүгін 30 жыл болып отыр. Осыған байланысты дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының тұңғыш құрылтайын ұйымдастырушылардың бірі Әлбек ағамызбен сұхбаттасуға келдік. Әлбек аға, бір сұхбатыңызда қазақтың тәуелсіздігінің тұңғыш мерекесі дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының алғашқы құрылтайы болды деген екенсіз. Жалпы осы көш мәселесі жөнінде жаңағы қаулының қабылдануына қатысты өз ойыңызды айтсаңыз. Енді сұрағыңа байланысты жаңағы қазақтың тұңғыш үлкен мерекесі деп жатыр. Ондай мереке шын айту керек, содан кейін көргеніміз жоқ. Шында 92 жылға сентябрьдегі, ол кезде қыркүйек демейміз, сентябрь деп атаймыз. Алғашқы құрылтай бұл енді аста төк күллі дүниежүзінің қазақтарының, қазақ елінің, қазақ мемлекетінің тәуелсіздік алғанының үлкен қуаныш еді. Бұл енді бұндай аста төк мейрамды енді қайта тағы бір көрудің реті болмады. Біз соның басы қасында жүрдік та, кейінгі тойларды да салыстырамыз ғой енді. Олардың мағынасы да, мазмұны да басқашалау болды. Ал анау енді шынында да шын ақ түйенің қарны жарылған үлкен кәдімгі той болды. Ал енді ол тойдың бастауы қайдан деген кезде жаңағы сіз айтып отырған қаулы, президенттің қаулысы, жарлығы. Ал енді оғанға дейін не болды? Ол қаулы қайдан, енді аспаннан түскен жоқ қой. Идея, ой түседі ғой. Қазақстан тәуелсіздік алмай тұрып, бір топ зиялы қауым Стамбулға барғаны бар. Түркиямен оғанға дейін коммунистік қоғам тұсында аралас құралас деген болмады ғой. Өзіміздің ағайын болса да, бөтен санап, одарды көп білмейді omыз. Стамбулға барып қайтты деген сөз бір үлкен бір шетелге барып қайтқандай, сондай бір естілетін. Сол Стамбулға барған сол кездегі жаңағы үлкен ақсақалдардың біразымен сөйлестік, қалай болды, андай-мындай деген секілді. Сонда айтты, Босфор бұғазында, Мәрмәр теңізінде кемемен жүзіп жүрген кезде сол жаңағы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзінің идеясы екен. Осы қазақтың басын бір қоссақ, анау 20-30 жылдары бытырап кеткен қазақта баяғы енді өздері көпшілігін өзі жоқ қой енді кеткен. Сол баласы, ұрпағы, бір елі, бір мемлекеті қазақ деген бар екен сездіру керек болды ғой. Сол кезде шыққан дейді идея енді. Содан кейін жаңағы өзіңіз айтқан қаулы шықты да, қазір 30 жыл толып отырған. Сол 92 жылы президенттің өзі жаңағы сыртта жүрген қазақтардың басын бір қосып, құрылтай өткізейік деген үлкен тапсырма түсті. Біз о кезде сол президент әкімшілігі және министрлер кабинеті аппараты екеуі бірге. Сода қызметкеріміз, жаңадан барған жас жігіттеріміз, сол қолға алып жазушылар одағымен бірге сол кірісіп кеттік. Біз енді август-сентябрьде дайындадық осы дүниені. Алдымен келу сапарының жеңілдетілуіне орай жаңағы қаулы шықты. Көптеген министрліктердің міндеттері жүктелді. О кезде вице-премьер Мырзатай Жолдасбеков соғысы нақты барлық шаруаны қолға алды. Біз о кісінің қол астындағы қызметкерлеріміз. Сол кірісіп кеттік. Енді кім келеді, қалай келеді, оны біле бермейміз. Ол жағын
ол тізімді жазушылар одағы жасады. Ол кезде Қалдарбек Найманбаев ағамыз жазушы одағының төрағасы, басқарма төрағасы. Сонда біздің бір байқағанымыз, есептемей қалғанымыз, құрылтайға шақырылған адам, мәсін жазушылар одағы жаңағы бір адамды шақырады, үлкен ақсақалды. Ол әйелін ерте қасына алады, бір-екі баласына әкеледі. Сөйтіп, бір адам дегеніміз 2-3 адам болып кетіп, біздің ол кезде қонақ үй дегенде қиын шаруа ғой, бір қиналып қалғанымыз бар, иә. Бірақ дегенмен оның барлығы ретімен шешілді. Алдыменен Ганноверден келді. Содан кейін басқа елдерден келе бастады. Ганноверден келгендер енді тек Германияға емес, ар жағында Франция бар, басқа бар, Швеция бар. Соның барлығы Ганноверде бір ұшақ болып жетті. Бұл жерде бір тағы бір айта кететін дүние бар. Ылғи жаңағы Мырзекеңнің төрағалық етуімен министрлерді шақырып алып, жаңағы тапсырмалар беріліп жатады, комиссияның жұмысы, қалай істейміз. Сонда енді Мырзекеңнің бір айтқан сөзі бар. Бір министрге аздап ренжіп айтты. Шырағым, министр екеніңді ұмыт, ертең келген қонақтарға қолына су беріп жүрсе, құйып беріп жүрсең, осының өзі үлкен бақыт деп есепте. Ол сенің қандастарың, сенің жұрағатың, Қазақстанды көрмеген құмыр. Иә, елім деп, жерім деп келе жатыр. Сондықтан қолына су құйсаң, осының өзі жетеді деген осы сөз менің есімде қалыпты, сол кісінің енді. Содан тағы бір үлкен шаруа, мынау өзі 5-6 адамбыз, жаңағы осымен айланысып жүрген әркімге біреуге атамекен, анау ВДНХ дейді ғой, халық шаруашылығы көрмесі, сол жерге қандай киіз үй тігу керек, кімдер тігу керек, қалай жасау керек, мал қайда сойылу керек, ол бір адамға тапсырылды. Тағы бір адамға жаңағы қонақ үйлерге орналастыру тапсырылды. Біз енді өзіміздің аппараттағы 3-4 жігіттің неміз жаңағы шамамыз жетпей жұмыс көп қой енді. Жатқаннан кейін мына облыстағы әкімнің орынбасары болып жүрген бір мықты қазақтың қайсар қыздары бар еді, соны 2-3-еуін шақырып алып, солтүстігі бар, жаңағы осы Көкшетаудан, сосын анау Жамбылдан шақырып, содар көмектесті. Одар енді бұлай тәжірибесі бар, облысты басқарып қалған азаматтар ғой. Солар көп көмектесті. Бір шаруаның реті, маған тапсырылған шаруа жаңағы аэропорт, әуежай программасы болды. Бастан аяқ қалай қарсы аласың, қалай істейсің, соның барлығы. Содан әңгімелесіп келіп, маған көмекші ретінде сол жаңағы Алматы қаласының әкімінің орынбасары Нұрқаділов, Заманбектің орынбасары Әсен Сүлейменқызы деген мықты қазақтың пысық қызы бар. Сол кісі көмекке келді. Күллі Алматының бәрі өзінің қолында ғой, мәдениеті де, басқасы да сол үлкен көмек жасады. Әңгіме сол бір өзіміз келісіп отырып, сол елім аймен қарсы алсақ қайтеді деп соны ұсыныс жасадық. Кім Мырзекең жиналыста сол қолдап отырды, бірақ министрлер қарсы шықты. Бір бұнысы несі? Жаңағы өзіміздің Қазақстанның гимні болып тұрған бар болдырған кезде ол қай жайдағы елім ай. Тағы бір оны қолдап шықты, жылап кеткен адамдарды қалай біз жылап қарсы аламыз ба деген секілді бір көрдің бе? Қазақстанның гимні ол кезде әлі өзгерген де жоқ. Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған, торлаған тұманнан жол таппай тұрғанда, жарқырап Лениндей күн шығып атты таңы. Жасасын Советтер одағы деген сөздері бар әлі, көрдіңіз бе? Оны мен енді қалай, біз тәуелсіз ел болып жатырмыз. Жарты жыл, бір жыл болса да мәселе, Советтер одағы бар, сөздері бар басқа. Содан Мырзекең айтты, алдыменен жаңағы аэропортқа барып
көріңдер деді. Сосын осы Елімайды айта алатын адам қалды ма? Бірде бір о кезде жаңағы ән кітаптар шығып жатады, Елімай жоқ оның ішінде, иә, кірмейді. Өйткені ол қазақтың өзінің үлкен трагедиясы болғаннан кейін бәйту идеологиялық тұрғыдан соны кіргізбейді, енді ол ән жоқ болатын, иә. Сосын әннің мәтінін тауып алдық, айтатын адам таптық, кәдімгідей, иә. Сосын апарып жаңағы аэропортқа, әуежайға машинаны қойдық та, әгі күшейткіш аппараттар ғой, соны қойдық та, оркестрді қойдық, иә. Сосын әгін күңірентіп, негізі Гүлжан Қазақбаевдан, қазақсының халық артисі, сол кісі айту керек еді, ол кісі ауырып қалыпты да, содан басқа бір әншіні шақырып сол отырды. Әгі күңіреніп кеткен кезде керемет адамның төбе қасын шымырлатардай сондай бір аэропорт күңіреніп кетті. Мынау жақсы екен ғой, осы дұрыс екен ғой деп әгіні сол Мырзекеңе қайтадан айттық. Ендеше осы Елімаймен қарсы аламыз деді. Ол кісі енді сықасқан коммунист емес, бұрыннан келе жатқан, өзі де өте жазушы, жаңағы профессор адам ғой, неде университет сабақ беріп жүріп, сосын осы мемлекеттік іске араласқан, иә. Сол кісінің бұлай мақұлдауы бойынша біз тұтас соған кірісіп кеттік. Сосын кейін естідік енді. Ана ұшақ келіп, самолет дейміз ғой, келіп қонатын жер, одан кейін кілем төсек қойдық, самолеттен түсетін башқышымызды қойып қойдық, иә. Сосын мен енді екі жағына 10-10-нан 20 қыз қойдым. Кілемнің екі жағына түскен кезде деп. Сонда Қуаныш Сұлтанов ағамыз қарап тұрып, бұлай бәріміз көріп жүрміз енді. Последний, ең соңғы бір репетицияны қазір түстен кейін келеді деп жүрміз ғой. Алғашқы ұшақ келеді. Сонда Қуаныш ағамыз өте бір жақсы бір ұсыныс айтты. Мынадар қазір үлкен башқыштан түсе сап, біздің қыздар тұр екі жағында. Егер одар жерге тағзым етем деп нетсе қайтесіңдер, сонда қыздардың аяғына жығылама деді, иә. Сондықтан ойбай болса деп бір 10 метрдей қыздарды, 20 қызды берірек жылжытып қойдық. Айтқанындай сол, неден түскен кезде үлкен ер адамдар келіп, асфальт болса да соған жығылып жатты ғой. Соны енді біздің операторлар соны түсіре алмай қалыпты сол дүниені. Біз енді мына жақында тұрмыз, көріп тұрмыз, келіп жерді сипайды, асфальтты сипайды. Кейінен ол кісілерді автобусға салып алып жүрдік, қонақ үйде 3-4 күн бірге болдық қой бәріміз. Сол кездегі әгдердің әсерін тыңдадық, қалай болды деп, иә. Сөйтсана ненің күштілігі сондай, Елімайдың жаңағы күллі аэропорттың несін күңірентіп жіберген. Самолеттің ішінде отырғандар кәдімгідей бәрін естіп, еңкілдеп жылап отырыпты. Соның ішінде Шәріп Найман деген ақсақал бар еді. Ол өзі бір кезде Қатонқарағайдан кеткен екен. Мені бауырым деп құшақтап, мен 6 жаста кетіп ем дейді. Сонда екі өлеңді білем, бір осы Елімай, екіншісі Ағажай, Алтайдай, жер қайдай деп тағы да зарлы өлең бар ғой, иә. Сол екеуін естіп кетіп ем. Мына жерден жаңағы самолет кеп тоқтағаннан кейін күңіреніп жаңағы әнді естіген кезде көз жасым тия алсамшы деп әкісі. Қазір енді марқұм болып кетті, Мюнхенде тұрды ол кісі, иә. Сонда жаңағы біздің жаңағы гимнмен емес, Совет үкіметінен бері келе жатқан Елімаймен қарсы алғанымыз өте бір әсерлі болды, иә. Содан кейінгі бір шаруа, бір самолет етіп, Жезқазғанға жіберіп алдық, қасиетті жер Ұлытауды көрсін деп, иә. Содан ертерек келген адам, жаңағы делегацияларды. Кейін бәрі жиналған кезде үлкен бір Мырзатай Жолдасбековтың тапсырмасы бойынша
пойыз дайындалды. Неше вагон екен есімде жоқ енді. Сол Түркістанға барып тәу етіп қайту. Құрылтай пойызы, иә. Сөйтіп бәрін толтырып алып, Түркістанға бардық, еш жерде тоқтағанымыз жоқ, литерный болып бардық, иә. Бірақ Түркістанда сол жаңағы Ахмет Ясауиға тәу етіп, басқа да қасиетті жерлерді аралатып, көрсетіп, көптеген киіз үй тігіп тастапты. Соның бәрінде құрмет көрсетіп, сырттан келген адамдарға. Қайтарда Арыстың әкімі осы Мырзекеңе келіп жалынғандай болды. Мырзеке, тым болмаса бір тоқтаңызшы Арысқа барған кезде, халқыңыз күтіп тұр, бір көрсін деген секілді. Мырзекең ойланып тұрып, жарай 20 минут тоқтаймыз деді. Сөйтіп Арысқа келіп, қайтып келе жатырмыз, Арысқа тоқтадық. Анау аспалы жол үстінің бәрі адамдар, мына жақта қаптаған адам, бірақ лента керіп тастапты. Біздің қонақтар енді көп сөйлемейді, бәрі де әлде де бір енді жарқырап бір араласып кеткен жайы жоқ. Бәрі ақырын шығып, перронға шығып тұр. Ана жақтан енді концерт болып жатыр, өлең айтылып жатыр, жақсы. Сөйткенде 20 минутымыз өте шықты. Біз енді әрбір вагонға ие болып жүрген адамдармыз, сол баяғы. Бәрі кіріп жатыр, сау бол айтып, ондай да жоқ. Шетелдің қазақтар өзі сондай бір не ғой, тұйықтау ғой енді. Біздегі секілді арқа жарқа емес. Ана недерге ағайыным деп көздерім өлдіріп, ана лентаның ар жағында тұрған қазақтарға өзіміздің обал секілді болды. Мынадар бір ауыз сөз айтпады ғой. Концерт қойып жатқанда біздің адамдар енді белгілі ғой. Бір лентаның қасында бір баласын ұстап бір келіншек тұрған. Соған қарадым да мен сөйледім, сосын бір-екі ауыз сөз. Ал ағайындар, осылай баяғы көп жылдан бері көре алмадық, сендерді сағынып келдік. Мен шеттен келген адам секілді болып сөйлеп тұрмын ғой, анда көңілін аулайын деп. Сағынып келдік, аман жүрейік, біз о жақта аман болайық, сіздер бұл жақта аман болыңыздар, жасасын менің қазағым деген секілді бір пафостық сөздерді сол жерде айттым ғой. Сосын бұрылып кете барған кезде жүгіріп кеп, бір келіншек кеп, бетінен сүйіп құшақтап, бұрылып та қайта кетіп қалды. Қарасам, сөйтсем, жаңағы баласын құшақтап тұрған жас келіншек, баласын біреуге ұстата беріп, ана лентаның астынан шығып жүгіріп кеп мені құшақтаған. Бір сағыныш бар, шеттегі өзінің ағайына деген, көрдің бе? Сонда енді қызық болды енді, иә. Содан артынан ана ВДНХ дейміз, халық шаруашылығы көрмесі ғой, сол жерде орын жетпейді. Тіпті сойылған малдың, жылқының жаңағы несінен, қанынан тіпті арық бабақты ғой, шынын айтайық енді. Арық бабақты. Сөйтсек, бір кезде не есімде бар, маған жүгіріп кепті бір жігіттер. Қосағашта, Ресейдің Қосағаш деген ауданы бар ғой. Содарда өздерін киіз үймен келген екен, соған тігетін орын жоқ, киіз үйін тігетін орын жоқ. Сосын іздеп жүріп әгіні, мен енді біздің жігіт қой, бөліп жүрген бәрін. Соны айтын, тауып бер енді мынадар біздің ағайындарға, деп әгі тауып бергенім бар. Сонда көрдің бе, бір киіз үйге орын табылмай қалған. Сол жерде Алматының зиялы қауымы бөліп алып тіккен киіз үйлер, әр облыстың. Бір киіз үй, үлкен ақ киіз үй болса, қасында тамақ жасайтын қара киіз үйлер бәрін жасаған. Сөйтіп келген қонақтарды бөлдік. Германия мынаған, Франция мынаған деген секілді, Монғолия мынаған, Қытай мынаған деген секілді сол бөлініп, Россия бар, Россиядан көп келді мәсіне. Сөйтіп үлкен бір қонақ болды. Артынша киіз үйлердің жаңағы көрмесі болды. Кім қандай жақсы киіз үй, тікті қазақа неменен, ғұрыппенен деген секілді.
Біреулер енді шын айту керек, жаңағы темірмен, уықтардың бәрі темірмен жасап, бәрін әп-әдемі сыртынан қараған, бірақ іші өзі жаңағы біздің киіз үй емес, темірмен бәрі әдіптелген болып шықты. Оған бір комиссия жаңағы киіз үйге конкурс жарияланды ғой. Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз өзі басқарды соны. Аралап жүріп, сол жақсы тігілген киіз үйлерге баға беріп, әгедерге сыйлық беріп, сондай бір үлкен не болды. Сосын жаңағы елбасы бәрін неде күтіп алды. Алматы деген, ол кезде ресторанда көп жоқ, мейрамхана деген. Алматы ресторанында күтіп алып, бәріне құрмет көрсетіп, үлкен жиналыс жаңағы неде болды. Ленин ол кезде қалай еді? Республика сарайында сода болды. Ол кезде Ленин атында деймін, сол жерде болды. Елбасы өзі сөз сөйледі. Сосын кім осы Ислам Каримов та келді ме, білмеймін, сол есімде жоқ мен. Әлде басқа шаруамен шатастырып отырмын ба, бірақ айтып үлкен жиналыс сол жерде болды. Жабылуы да сол болды. Біз неден келгеннен кейін Арыстан, то есть жаңағы Түркістаннан қайтқаннан кейін Дегересте тоқтады. Дегересте үлкен тағы да сол киіз үйлер тігіп тастаған, ат жарыс болды, басқа болды. Қазақтарға өзіміздің салт дәстүрімізді көрсетейік деп жатырмыз ғой. Сол Дегерестен кейін келіп, сол осы неде жаңағы үлкен республика сарайында жаңағы ненің құрылтайдың жабылу салтанаты болды. Құрылтайға байланысты екі үлкен президенттің қаулысы шықты. Біріншісі жаңағы министрліктердің барлығын немен айланысады, жүктеу болды біріншісі. Соның ішінде жаңағы медициналық дүниемен қамтамасыз ету, автомобильмен қамтамасыз, жолдың бәрін көтеріп алу секілді, соның барлығы бір қаулымен кетті. Екіншіден, екінші қаулы жаңа жеңілдіктер жасау. Сол жеңілдіктер жасаудың арқасында, Құдайға шүкір, сол 92 жылдан бастап Қазақстанға ағылып келе бастады. Ағайындар жан жақтан. Бірақ енді жаңа өзің айтып отырсың, мен де естідім сондай әңгімені, бірақ өзім бұлай куә болғам жоқ. Сол о жақта мұғалім болғандар, мемлекеттік қызмет болып істегендер мәселен шетте жүріп, әсіресе мына Моңғолия мен Қытай жағынан келгендер, сол келген кезде олардың мамандығына қарамай, сол жаңағы бәрін қой шетіп, жылқы шетіп, сиыр шетіп, бақта шетіп жібергендері сол ыңғайсыз жағдай болды. Ол бірақ құрылтайға дейін, оғанға дейін Совет үкіметі 90 жылдардың басында болған оқиға деп. Кейін бәрі реттелді. Кейін реттелді, мамандығына қарай. Құдайға шүкір, үлкен ұлы жыңғыр көштің басы сол 92-де басталды деп есептеймін. Енді жалпы осы көштің басталуында, көштің жалғасуында, көштің қазіргі деңгейге дейін көтерілуінде елбасының ерекше орны бар екені белгілі. Осы соңғы 5-ші құрылтайда елбасы отандастар қоры құру туралы тапсырма берген. Ол құрылды. Қазір енді өзіңіз сырт көз ретінде жалпы көштің барысына, сосын осы көштің айналасында атқарылып жатқан жұмыстарға қандай баға берер едіңіз? Президент әкімшілігінде қызмет жасап отырған кезде осы жаңағы ол кезде отандастар қоры деп аталушы еді, қалай еді? Ол кезде дүниежүзі қазақтың қауымдастығы. Соның жұмысының кураторы болдым мен. Алдымен Қалдарбек аға жұмыс істеді, кейін Талғат Мамашев келді, біраз жақсылық жұмыстар жасалды, мен білем. Өйткені жаңағы сол шетелде
шетелдерде кіші құрылтайдар болды, Россияда көп болды, жаңағы Европада көп болды. Соның біразына қатысқаным бар. Мен барып тұрып қатыстым. Шында да бұл өзімізде ғана құрылтай өткізу емес, сол шетелде өткізген құрылтайдардың да үлкен әсері болды. Өйткені бір-бірімен араласып жүрген жоқ олар. Германияның қазағын, мәселен, Францияның қазағын біле бермейді. Немесе Норвегияның қазағын біле бермейді, көрдің бе міне. Содар құрылтайда бас қосып, кәдімгідей әмпей-жәмпей болып, танысып, келесі құрылтайда бір-бірін таныс адамдарда ягідер төс түйістіріп кездесіп жатқанын білемін. Тағы бір дүние Мюнхенде өткен құрылтайда жаңағы бір-екі жас қыз бен жігіт танысқан ғой енді. Танысқан. Соның біз жаңағы оның өзі кезде танысқан бір жыл болған екен. Стокгольм, Швецияға барған кезде соның тойының үстінен шықтық. Әгі қыз бен жігіт той емес енді. Ана Швециядағы қызды алуға неден келіпті? Сырға салуға келіпті. Сырға салуға келіпті. Соның үстінен шығып, көрдің бе құрылтайдың бір несі сөйтіп. Басқарушылықта жүрдіңіз, бұлай қоғамдық жұмыстарда да бар, әдебиетте болса болмаса, жалпы шеттен көшіп келген қандастарды қарсы алып көрдіңіз ба? Жоқ, ондай мен оған қатысқам жоқ, бірақ жаңағы неге көшіп келетін адамдарға үлкен жаңағы ауылдар салды ғой. Сол Өскеменнің қасында үлкен ауыл салынды. Соның басы қасында мен болдым енді. Қалай орналасты, тексеріп те бардық, бұлай жағдайларын біліп, сол жерде елбасы президенттің өзі барып танысып, олармен кездесіп, үлкен бір іс-шара өткені бар. Бұлай тікелей біреулерді көшіріп әкеп, оны орналастырып оған еткеніміз, келіп орналасқан адамдардың жағдайын біліп, сол президент әкімшілігінің тапсырмасы бойынша аралап шыққандарымыз бар. Рахмет Әлбек аға, уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге.